Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дымляма немесе сырне тағамын жасап үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен етімізді осылай видеодағыдай ірі етіп турап аламыз. Және құйрық май. Бұл құйрық маймен істеген өте дәмдірек болады. Сол себепті өсімдік майынан гөрі осы майды пайдаланған жөн. Енді жуамызды сақина тәрізді етіп турап аламыз. Керекті заттардың барлығы видеода тұр, бірақ сіздер үшін описаниеге де қалдыратын боламын. Бұл тағам ұзақ уақыт бұқтыруды қажет ететін болғандықтан барлық көкөністерді ірі етіп турайтын боламыз. Мен помидорымды 4-ке бөлдім. Болгар бұрышында езіліп кетпес үшін 4 бөлікке бөліп алдым. Осындай кішкентай картоптарды бүтіндей саламыз, ал егер үлкендер болса ортасынан бір бөлеміз. Капустамызды тамағымыздың бетін жауып тұру үшін осылай слой-слой қылып бөліп аламыз. Енді тамағымыз жасауға кірісеміз. Алдымен қызып тұрған кастрөлімізге құйрық майымызды салып, үстіне жуамызды салып, етімізді салып, кішкене шыжғырып аламыз. Дәміне қарай тұз, орегано, зира саламыз. Егер болмаған жағдайда басқа да дәмдеуштерді пайдалана берулеріңізге болады. Енді барлық көкөністерімізді дәл видеодағыдай рет-ретімен салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін тамағыңыздың мөлшеріне қарай су құясыздар. Мен жарты литр су құйдым. Енді бетін жақсылап капустамен жауып, жай отта 2,5-3 сағатқа бұқтырып қоямыз. Тамағымыз дайын болды. Капусталарын осылай астына төсеп, жаймендеп тамағымызды түсіріп аламыз. Бір жасағаннан ақ өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын.